10 сынып 36 тақырып сандар тізбегінің шегі, функцияның шегі, В тобының есептері. 36-та 8-ші есептен бастайық. Онда тізбектің дұрыстығын тексеріңдер дейді. Бірінші бізде лимит x ұмтылғанда 2-ге 2x квадрат минус 3 дейді. Бұл бізде тең 5 деген. Енді ол 5-ке тең бола ма, болмай ма, соны көрейік. X-тің орнына 2-ні қойып жазсақ, 2-ның квадраты минус 3. 2-ның квадраты 4, 2-ге көбейтсек 8, 8-ден 3 алсақ 5. Бізде бірінші шегіміз дұрыс. Енді келесі екінші шегімізді қарайық. Онда лимит x ұмтылғанда 3-ге 7 минус 2x квадрат дейді. Бұнда бізде минус 11-ге тең дейді. 7 минус 2 көбейтілген 3-дің квадраты. 7 минус 3-дің квадраты бізде 9. 9-ды 2-ге көбейтсек, бізде 18. 18-ден 7-ні азайтсақ, минус 11 болады. Үшіншісінде лимит x ұмтылғанда 2-ге x квадрат минус 3x. Мұнда бізде тең болуы қажет екен минус 2-ге. Ол дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма көрейік. 2-ның квадраты минус 3 көбейтілген 2. 4 минус 6 тең минус 2-ге. Демек бізде бұл есепте барлық теңдіктеріміз дұрыс екен. Келесі 36-та 9-шы есеп, шектің мәнін табыңдар дейді. 36-та 9-шы есеп. Біріншісінде лимит x ұмтылғанда 2-ге x минус 6, x плюс 2. X-тің орнына 2-ні қоямыз. Сонда мұнда минус 4 шығады, ал мұнда 4-тің өзі шығады. Бізде жауап минус 1 болады. Келесі екіншісінде лимит x ұмтылады 1-ге 3x минус 5 бөлінген x минус 3. Енді тең 3 көбейтілген 1 минус 5. 3 минус 3. 1 минус 3. Сонда мұнда 3 минус 5 бізде минус 2-ге тең. Бөлімінде 1 минус 3 минус 2-ге тең. Мұнда жауап 1 болады. Келесі үшіншісінде лимит x ұмтылады минус 3-ге 5x плюс 4. 5x плюс 4, 2 минус x. 5 көбейтілген минус 3 плюс 4. 2 минус 3. 5-ті минус 3-ке көбейтсек, бізде 15 шығады. Минус 15. Минус 15 плюс 4 бізде минус 11 болады. Ал 2-ні 2-ден 2-ге 3-ті қоссақ, бізде 5 болады. Сонда минус 2,2 шығады. Келесі төртіншісінде лимит x ұмтылғанда 2-ге 2x квадрат минус 3x минус 3. Бұл тең болады. 2 көбейтілген 2-ның квадраты минус 3. 2 минус 3. Мұнда 8 азайтсақ 3-тен 5 болады. Бөлімінде минус 1. Тең болады минус 5-ке. Бізде келесі 36-та 10-шы есеп. Бізде бірінші f от x тең x плюс x квадрат минус 9 x минус 3-ке. Бізде x 0 тең болады 3-ке. Бізде айтады, f от x функциясының
x нолевой нүктесіндегі шебігін табыңдар дейді. Бізде лимит x ұмтылғанда 3-ке x плюс x квадрат минус 9 бөлінген x минус 3 дейді. Әрі қарай біз осыны қысқаша көбейту формуласы бойынша жіктеп алсақ, лимит x ұмтылған 3-ке x плюс x минус 3 x плюс 3 бөлінген x минус 3-ке. Мыналар жойылып кетеді. Сонда лимит x ұмтылғанда 3-ке x плюс 3 тең лимит x ұмтылғанда 3-ке 2x плюс 3. X орнына 3-ті қойсақ, 2 көбейтілген 3 плюс 3 тең болады 6. 6-ға 3 қоссақ 9. Келесі екіншісінде бізде f от x тең x квадрат минус 16 x плюс 4 минус 3x. Ал x нолевой бізде тең минус 4-ке. Лимит x ұмтылғанда минус 4-ке x квадрат минус 16 бөлінген x плюс 4 минус 3x. Бұл тең болады. Лимит x ұмтылғанда минус 4-ке. Екі жақшаға жіктейміз. Сонда x минус 4 x плюс 4 x плюс 4 минус 3x. Мыналар жойылып кетеді. Сонда x минус 4 минус 3x қалады. Мұнда минус 2x минус 4. x-тің орнына минус 4-ті қойып есептейміз. Мұнда минус 2 көбейтілген минус 4 минус 4 тең болады. Мұнда көбейтсек 8 болады. 8-ден 4-ті азайтсақ, бізде жауап 4 болады. Келесі үшіншісін табамыз есептің. Үшіншісінде бізде f от x тең 4 минус x квадрат x минус 2-ге. Еще плюс x. Ал x нолевой тең минус 2-ге. Мұнда лимит x ұмтылғанда 2-ге минус 2-ге 4 минус x квадрат x минус 2-ге плюс x. Бұл бізде тең болады. Лимит x ұмтылғанда минус 2-ге минус x минус жақшаның сыртына шығарсақ, бізде x квадрат минус 4 болады. Ал бөлімін өзін жазып қойық. Плюс x. Тең лимит x ұмтылғанда минус 2-ге минус x минус 2 x плюс 2 бөлінген x минус 2 плюс x. Мұна екеуі жойылып кетеді. Тең болады лимит x ұмтылғанда минус 2-ге минус x минус 2 плюс x. Бізде бұл жерде x-тар жойылып кетеді де, жауабы минус 2 қалады. Келесі төртіншісін шығарайық. Бізде төртіншісінде f от x-міз тең 2x квадрат минус 18 бөлінген x плюс 3-ке. Еще минус 2x. Ал x нолевой бізде тең минус 3-ке. Лимит x ұмтылғанда минус 3-ке. 2-ні жақшаның сыртына шығарып, x квадрат минус 9 деп жазсақ, x плюс 3. Келесі тең лимит x ұмтылғанда минус 3-ке. 2-нің өзін жазып қоямыз. x минус 3 x 3 бөлінген x плюс 3.
Мұнда минус 2 қалып, 2х қалып кетіпті. Минус 2х болады. Тең х плюс 3 пен х плюс 3 жойылады. Сонда 2х минус 6 минус 2х қалады. Мұнда мына екеуі жойылады да минус 6 қалады. 36-та 11-ші есеп. Мұнда шектің мәнін табу қажет. Бізде біріншісінде лимит х ұмтылғанда 2-ге х квадрат плюс 2х бөлінген х плюс 2 берілген. Енді тең лимит х ұмтылғанда 2. Х-ті жақшаның сыртына шығарсақ, х плюс 2 қалады. Бөлімінде х плюс 2. Х плюс 2 мен х плюс 2 қысқарады. Сонда бізде х қалады. Х-тің орнында бізде 2. Сондықтан жауабы 2 болады. Келесісінде осылай шығарамыз. Лимит х ұмтылғанда 1-ге. Мұнда 6х минус 2х куб бөлінген х куб минус 3. Лимит х ұмтылғанда 1-ге. 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, минус 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, бізде х куб минус 3 болады. Онда 2х жақшаның сыртына шығарсақ, сонда арада х квадрат минус 3 болады. Мұна жер бізде х квадрат, сонда бөлімінде х квадрат минус 3 екеуі жойылып кетеді де минус 2х болады. Минус 2 көбейтілген 1 бізде тең болады минус 2-ге. Келесі үшінші лимит х ұмтылады минус 3-ге. Х квадрат минус 5х плюс 6. 2 минус х. Ол тең болады лимит х ұмтылғанда минус 3-ге. Біз мынаны екі жақшаға жіктесек, х минус 2, х минус х плюс болады. Жоқ, х минус 3 болады. Сонда бөлімін минус 1-ді жақшаның сыртына шығарып, х минус 2 деп аламыз. Ол тең болады. Мұна мен мұна жойылады. Сонда х-ті бірден орнына қойып жүрсек, минус 3 бөлімінде минус 1 бар. Минус 3 минус 6 бөлінген минус 1 тең болады 6-ға. Төртіншісінде лимит х ұмтылғанда 1-ге. 2х квадрат минус 3х плюс 1. х минус 1. Бұл тең лимит х ұмтылғанда 1-ге. Мұна 2х квадратты 2-ге бөлсек, 2-ге айырып жазып аламыз. Х квадрат плюс х квадрат. Мұна минус 3х-ті минус 2х минус х деп жазып, плюс 1-дің өзін жазып аламыз. Бөлімінде х минус 1 өзі жазылады. Одан кейін лимит х ұмтылғанда 1-ге. Х квадрат плюс минус х 1-ге. Қалған х квадрат минус 2х плюс 1-ді 1-ге жазып аламыз. Бөлімінде х минус 1. Бұл тең болады. Тең лимит х ұмтылғанда 1-ге.
Осы жақшада x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, x минус 1 болады. Плюс, ал бізде мынау жақшаның іші x минус 1 болады. Бөлімінде x минус 1 бар. Енді мына жерде екеуінде де x минус 1 бар. Сондықтан x минус 1-ді жақшаның сыртына шығарып, келесі жақшаға x плюс x минус 1-ді жазамыз. Бөлімінде x минус 1 бар. x минус 1 мен x минус 1 жойылады. x плюс x минус 1 қалады. x-тің орнына біз 1-ді қойсақ, 2 көбейтілген 1. Нау 2x минус 1 болады ғой. Сонда 2 көбейтілген 1 минус 1 болады. Жауабы біз. Келесі 36-та 12-ші есеп. Мұнда біріншісінде лимит x ұмтылады шексіздікке. X квадрат плюс 2x бөлінген 2x квадрат плюс 2. Бұл тең болады лимит x ұмтылғанда шексіздікке. Мұнда әр қайсысын жеке-жеке x квадратқа бөліп шығамыз. 2x бөлінген x квадрат. 2x квадрат бөлінген x квадрат плюс 2 бөлінген x квадрат. Тең лимит x ұмтылғанда шексіздікке. Мұнда x квадратқа бөлсек 1 болады. Плюс 2 бөлінген x. Мұнда 2 қалады. Плюс 2 бөлінген x квадрат. Енді x-тің орнына шексіздікті қойсақ, бізде мынаны жерде шексіздік. 2-ні шексіздікке бөлсек 0 болады. 1 плюс 0. 2-ні шексіздіктің квадратына бөлсек 0 болады. Сонда бізде жауап 2-ден 1 болады. Келесі екінші есепте лимит x ұмтылғанда шексіздікке 6x минус 2x куб бөлінген x куб минус 3. Бұл тең болады лимит x ұмтылғанда шексіздікке 6x-ті x кубқа бөлеміз, минус 2x кубты x кубқа бөлеміз, x кубты x кубқа, минус 3-ті x кубқа бөлеміз. Сонда 6 бөлінген x квадрат минус 2. Мұнда 1 минус 3 бөлінген x куб болады. X-тің орнына шексіздікті қойсақ, бізде 6-ны шексіздікке бөлсек 0 болады. Минус 2. 3-ті шексіздікке бөлсек, бізде 0 болады. Сонда минус 2 болады жауабы. Келесі үшіншісінде осылай есептейміз. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке x квадрат минус 5x плюс 6 бөлінген 2 минус x квадрат тең лимит x ұмтылғанда шексіздікке x квадрат бөлінген x квадрат минус 5x бөлінген x квадрат плюс 6 бөлінген x квадрат. 2 бөлінген x квадрат минус x квадрат бөлінген x квадрат. Тең лимит x ұмтылғанда шексіздікке 1 минус 5 бөлінген x плюс 6 бөлінген x квадрат. Бөлімінде 2 бөлінген x квадрат минус 1. 5-ті шексіздікке бөлсек 0 болады. 6-ны шексіздікке бөлсек 0 болады. Сонда мұна жерде 0 плюс 0. Мұна жерде 2-ні шексіздікке бөлсек бізде 0 болады. Минус 1-дің өзі жазылады. Тең болады минус 1-ге. Келесі
төртіншісінде лимит x ұмтылғанда шексіздікке 2x квадрат минус 3x куб плюс x плюс 1 x куб минус 1. Мына жерде ыңғайсыз жазылып қалды, астына жаза берейін. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке. Мұнда әр қайсысын x кубқа бөліп шығамыз. Сонда 2x квадрат бөлінген x куб минус 3x куб бөлінген x кубқа плюс x бөлінген x куб плюс 1 бөлінген x куб. X куб бөлінген x куб минус 1 бөлінген x куб. Бұл тең болады 2x минус 3 плюс 1 бөлінген x квадрат плюс 1 бөлінген x куб. Бөлімінде 1 минус 1 бөлінген x куб болады. X-тің орнына шексіздікті қойып есептесек, мұнда x-тің орнына шексіздікті қойсақ, 2-ні шексіздікке бөлсек бізде 0 болады. Минус 3. 1-ді шексіздікке бөлсек 0 болады. 1-ді шексіздікке бөлсек тағы да 0 болады. Бөлімінде 1 минус 1-ді шексіздікке бөлсек 0 болады. Тең минус 3 болады. Келесі 36-та 13-ші есеп. 36-та 13. Бізде бірінші айтады. X ұмтылғанда минус 2-ге, яғни x минус 2-ге ұмтылғанда шегі 2, екіншісінде 4, үшіншісінде минус 2, төртіншісінде түбір асты 2 санына тең болатын f от x бөлшек рационал функциясын жазыңдар дейді. Бізде біріншісінде f от x тең x квадрат плюс 6x плюс 8 бөлінген x плюс 2 деп жазамыз. Яғни бұны дәлелдесек, бізде лимит бізде x минус 2-ге дейді. Шегі x минус 2-ге ұмтылғанда x квадрат плюс 6x плюс 8 бөлінгенде x плюс 2-ге. Бұл бізде тең лимит x ұмтылғанда минус 2-ге бұл екі жақшаға жүктеледі. X плюс 2, x плюс 4 бөлінген x плюс 2-ге. Мына жойылып кетеді сонда. Лимит x ұмтылғанда минус 2-ге x плюс 4. X-тің орнына минус 2-ні қойсақ, бізде 2 шығады. Демек, екіншісінде бізде 4 шығатын дейді. Енді осы f от x мынау бөлшекті осыны 2-ге көбейтіп жіберсек, бізде 4 шығады. Тең 2x квадрат плюс 12x плюс 16 бөлінген x плюс 2-ге десек болады. Енді осыны дәлелдейік. Лимит x ұмтылғанда минус 2-ге тең 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. x плюс 6x плюс 8 бөлінген x плюс 2-ге. Бұл тең лимит x ұмтылғанда минус 2-ге. Мына жақша бізде, жақшаның іші бізде 2 жақшаға жүктеледі. X плюс 2, x плюс 4 деген. Бөлеміз x плюс 2-ге. Қысқарып кетеді сонда. Лимит x ұмтылғанда минус 2-ге 2x плюс 8 бөлінген 1 болады. X-тің орнына минус 2-ні қойсақ, 2 көбейтілген минус 2 плюс 8 бұл тең болады 4-ге.
келесі үшіншісінде бізде минус 2 шығатындай деген. Яғни f от x шегі минус 2-ге ұмтылғанда бізде минус 2 шығу қажет екен. Біз f от x-ті минус x квадрат минус 6x минус 8 бөлінген x плюс 2 деп алсақ болады. Немесе x квадрат плюс 2x бөлінген x плюс 2 деп алсақ болады. Енді осы екі жағдайда дәлелдейік. Біріншісінде лимит x ұмтылғанда минус 2-ге тең. Онда минусты жақшаның сыртына шығарып, x плюс 2, x плюс 4 жүктейміз. X плюс 2 бөлімінде жазылады. Қысқарып кетеді. Сонда тең болады. Лимит x ұмтылған минус 2-ге минус x минус 4 тең болады. Минус 2-ні x-тің орнына қойсақ, минус пен минус 2 болады да, минус 4 тең болады минус 2-ге. Енді екіншісінде мынаны дәлелдейік. Лимит x ұмтылғанда минус 2-ге x квадрат плюс 2x бөлінген x плюс 2. Бұл тең лимит x ұмтылғанда минус 2-ге. Мұнда x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, x плюс 2 болады. X плюс 2 бөлімінде жазылады. Қысқарып кетеді. Сонда тек қана x-тің өзі қалады, ал бізде x-тің мәні минус 2-ге тең. Бізде осы екі жауаптың екеуі де дұрыс болды. Екі тәсіл алдық. Екі тәсіліміз де дұрыс шықты. Екеуінің біреуін алсаңыздар болады. Келесі төртіншісінде түбірасты 2-ге тең болу қажет екен шегі. Біз олай болса f от x-ті түбірасты минус x жақша ішінде x плюс 2 бөлінген x плюс 2 деп алсақ. Енді осыны дәлелдейік. Лимит x ұмтылғанда минус 2-ге түбірасты минус x плюс 2 бөлінген x плюс 2. Мені жойылып кетеді. Сонда түбірасты минус x қалады. Минус x-тің орнында минус 2 бар. Минус пен минус плюс болып, бізде 2 шығады. Келесі 36-та 14-ші есеп. Бізде x ұмтылғанда шексіздікке бірінші минус 1, екінші 3, үшінші минус 4, төртінші түбірасты 3 санына тең болатын f от x бөлшек рационал функциясын жазыңдар дейді. Бізде бірінші f от x тең минус x минус 1 бөлінген x деп аламыз. Бұны әр қарай x-тің орнына x-тің орнына шексіздікті қойсақ, бұны әр қарай минус x минус 1 бөлінген x деп алып, x-тің тең минус 1 минус x-тан 1 деп алып, x-тің орнына шексіздікті қойып есептесек, бізде жауап шығады. Келесі екіншісінде f от x тең 3x минус 5 бөлінген x деп алсақ, бұны да әр қарай 3x бөлінген x минус 5 бөлінген x тең 3 минус 5 бөлінген x деп алып, x-тің орнына шексіздікті қойсақ, бізде 5-ті шексіздікке бөлсек 0 болады. 3-тен 0-ді азайтсақ 3 болады. Бізде осы дұрыс болады. Келесі үшінші. Біз f от x тең 3 минус 4x квадрат бөлінген x квадрат плюс 3 деп алсақ.
осылай алып тең 3-ті бөлеміз x квадратқа, минус 4x квадратты бөлеміз x квадратқа. X квадрат бөлінген x квадрат плюс 3 бөлінген x квадрат. Бұл тең болады 3x квадрат минус 4 бөлінген 1 плюс 3 бөлінген x квадрат. X-тің орнына шексіздікті қойып есептеген кезде бізде жауабы минус 4 шығады. Келесі төртінші f от x тең, бізде түбір асты 3 санына тең болу қажет екен шегі. Сонда x квадрат түбір асты 3 плюс 5 түбір асты 3 бөлінген x квадрат плюс 5 деп алсақ. Келесі әрқайсысын жеке-жеке x квадратқа бөліп шықсақ, x квадрат плюс 5 түбір асты 3 бөлінген x квадрат бөлінген x квадрат плюс 5 бөлінген x квадрат тең болады түбір асты 3 плюс x-тің орнына шексіздікті қойсақ, бізде мына жерде 0 шығады. Бөлімінде 1 плюс x-тің орнына шексіздік қойсақ, 5-ті шексіздікке бөлсек 0 шығады. Сонда бізде жауап түбір асты 3 шығады.